Дәстүріңді баққаның, үмітіңді жаққаның деп қазақ бекер айтса керек. Салт дәстүр ұлттық ерекшеліктеріне ерекше мән берген елдің іргесі берік, келешегі кемел. Ал өзінің тілі мен дінін, салт дәстүрін ұмытып, оның орнына өзгенің сіңіріп алған жұрттың болашағы жоқ. Ислам діні де мұны құптамайды. Адамзаттың асыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзге халықтардың теріс әдет ғұрыптарына еруге тыйым салған. Өйткені өзгенің қаңсығын таңсық көріп, өзіндегі рухани құндылықтар, қағидаттарды аяқ асты еткен кезде иман да жоғалады. Ислам шариғаты дұрыс ұғымдарды, ізгі мұраттарды бекітіп, бұрыс ұғымдарды тоқтату үшін келген. Халық ұстанған дұрыс әдет ғұрыптар ислам заңнамасындағы құқықтық нормалардың бастауларының бірі болып саналады. Алла Тағала қасиетті Құранда бисмиллахир-рахманир-рахим «Худил афу ва умр бил ма'руфи ва арид анил джахилин» садақаллахул азим. Ғафу жолын ұста, ғұрыппен өмір әмірет, және надандардан теріс айнал деп бұйырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына бір хадисінде түскен кезде арабтардың арасында осы аятқа байланысты алуан түрлі әдет ғұрыптар, дағдылар бар болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың Құдай Тағаланың әмір тыйымдарына керегі келмайтынын, яғни қарсы болмайтынын қабылдап, қарсы келетініне тыйым салған. Шариғатта халыққа үйреншікті болған жақсы дағдылар мен әдет ғұрыптарды дәлел ретінде келтіруді барлық мазһабтардың имамдары қолдаған.